біздің нәпсі негізі қазір ақырет үшін жұмыс жасап жатқан жоқ. Біздің нәпсіміз қазір яғни осы дүние үшін жұмыс жасап жатыр. Қалай? Ана нәрсені қалаймын, мына нәрсені сатып алғым келеді, ана жерге барғым келеді деген сөз. Ихе ибн Муаз әл-Рази сондай керемет сөз айтқан екен. Кімде-кім Аллах тағалаға нәпсіні өлтіру арқылы жақындайтын болса, онда Аллах тағала оған яғни ақыретке жұмыс жасайтын нәпсіні қайтарып береді дейді. Оны қалай түсінеміз өлтіру деген нәрсе? Яғни сіз мысалы қара шай ішкіңіз келеді, бірақ сіз не істейсіз? Ақ шай ішесіз. Немесе сіз жүргіңіз келіп тұрса, сіз не істейсіз? Жатасыз. Яғни толықпен нәпсіге қарсы шығасыз. Енді жаңа айтқанда, егер осылай қарсы шығып, оны өлтіретін болсақ, онда Аллах тағала бізге ақыретке жұмыс жасайтын нәпсіні қайтарып береді. Елестетіп қараңызшы. Ол кезде не көбейеді? Сіз Құран оқығыңыз келіп бастайды. Одан кейін тағы да не нәрсе өзгереді? Яғни сіз солих амалдарын жасағыңыз келіп кетеді. Одан кейін мысалы таң намаз ұйықтап қалу деген нәрсе азайып қалады адамда. Яғни Алланың разылығына осылай жетеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху сондай керемет нәрсе айтқан екен. Жаннат дейді, жаннат. Ол нәпсіге ұнамайтын амалдармен қоршалған дейді. Ал тозақ дейді, ол нәпсіге ұнайтын амалдармен қоршалған екен. Сол үшін бауырлар, егер біз Аллаға нәпсіге ұнамайтын амалдармен, одан кейін яғни нәпсіні өлтіру арқылы жақындайтын болсақ Раббымызға, онда Аллах тағала бізге иншаллах сондай бір ақыретке жұмыс жасайтын нәпсімізді қайтарып береді. Оны емі қандай жалпы нәпсіні? Ол аз ұйықтау. Ұйықтайтын болса, сен не үшін ұйықтайсың? Яғни құлшылық жасау үшін. Шаршағаннан емес, құлшылық жасау үшін. Немесе тамақтанатын болса, не үшін тамақтанасың? Жаңа ауыр болса да қарын ашқаннан емес, яғни құлшылық жасау үшін. Сол үшін бауырлар, нәпсіміз тек иншаллах ақыретке жұмыс жасайтын нәпсімізден болсыншы.